Құрметті азаматтар, сіз немесе сіздің балаңыз шет мемлекетте діни білім алуға қызығушылық білдірсе, қырағылық танытуға шақырамыз. Сізге Қазақстанда дін және теология мамандығына оқытатын 13 арнайы мекеме ұсынылатынын білу міндетті. Жоғары теологиялық білімді Нұр Мүбәрак Египет Ислам Мәдениет университеті имамдардың кәсіби біліктілігін арттыратын Ислам институтынан алуға болады. Медресе колледждер: Әбу Ханифа, Ақтөбе, Шымкент, Сарағаш, Үшқоңыр, Астана, Хибатулла Тарази, Әбу Бәкір Ас-Сыдық, Орал, христиан бағыты бойынша. Алматы православтық рухани семинариясы, епархиялық жоғары рухани семинария Мария Матер шіркеуі, Қарағанды қаласы. Заманауи әрі сапалы діни және теологиялық білімді жалпы білім беру университеттерінен де алуға болады. Қазақ ұлттық университеті, Еуразия ұлттық университеті, Қарағанды мемлекеттік университеті, Қазақ түрік университеті, Абай атындағы шет тілдері және іскерлік карьера университеті. Құрметті азаматтар, діни ақпарат аларда оның дұрыстығына ерекше назар аударып көз жеткізіңіз. Діни білім алуда шынайы ақпарат көздері сізді және сіздің жақындарыңызды жалған идеялар мен жат ағымдағы діни ұйымдардың жетегінде кетуден сақтайды. Шетелде білім алу. Қазақстан мұсылмандарының рухани басқармасы төмендегі оқу орындарында діни білім алуға кеңес береді. Әл-Азхар университеті, Стамбул университеті, Мармара университеті, Анкара университеті, Селджук университеті, Хасеки институты, Өзбекстанның халықаралық академиясы, Ресей Ислам институты, Мәскеу Ислам университеті, Малайзияның Куала-Лумпур қаласындағы Ислам университеті. Дінге байланысты және теологиялық білім алуға қатысты барлық мәселелер мен сауалдар бойынша Павлодар қаласы, Әлихан Бөкейхан көшесі 202-5 мекенжайына хабарласуға болады. Сенім телефоны 62 01 01. Таңдау жасауда қателеспеңіз.